Қараңыздар. Алакөл, 2 взрослый, 1 баламен 3 адамға номер с видом на озеро 60 000 теңге дейді. 2 үлкен адамға, 1 кішкентай балаға. Егер тағы да 1 кішкентай бала болатын болса, плюс тағы да 10 000 теңге. Значит, суткасына 70 000 теңге. Оның ішіне тамақ ештеңе кірмейді дейді. Тамақ отдельно 1 адамға 12 000 теңгеден, кішкентай балдарға 8 000 теңгеден 3 мезгіл тамақ. Біз төртеумізге есептедік, егер 10 күнге демалуға баратын болсақ Алакөлге 1 100 000 теңге шығады екен. Біз Египетке 7 күнге 990 000 теңгеге келдік қой төртеумізге. Все включено. Тамағы да бәрі тегін. Даже біз енді ішіп атқан жоқ, біз негізі ішеміз десек, пиво, виски, вино, бәрі, мороженое, бәрі тегін мына жақта. И плюс самолетіміз бар еще, туда и обратно. И трансфер жаңағы отельден аэропортқа апаратын әкелетін трансферіміз бар. Ал Алакөлге демалуға баратын болсақ, онда самолетті отдельно төлейміз, или машинамен барамыз, там бензин құямыз. Сондай моменттер. Сонда мен ойлап тұрмын да, Дубайда, Египетте демалған арзан болып тұр ма? Өзіміздің елде демалғаннан гөрі деп жатырмын да.